Махамбет қоямыз деп айтады екен, туылмайды. Өзіңіздің бір қиналған сәтіңіз болды ма? Анама не сыйласам да, ең қымбат сыйлығымды әлі сыйламаған шығармын деп ойлаймын. Өзіңіз қызығушылықпен басталды. Алып кетіңдер. Жігер, не үшін? Жігер, не үшін? Сен сияқты арам жолмен біреудің намын тартып жейтін алаяқтар сазайын тарту керек. Қазақ киносына көңіліңіз тола ма? 2014-те Кілт деген киноны шығарған кезде 2,5 миллиард қаржыны талап етті. билесе демеймін ондай ақшаны. Өзбекстан 30 кино түсіреді екен. Дайын емеспін деп қойын да. Бұл арматура қосып береміз десең де тамақтың арасына. Түрмеде шірейсің, ол кісінің қасына жолама сен. Ол кісі бандит, қанішер, түремшік деп айтады дейді. Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге ZG Show бағдарламасы бүгін бізде қонақта. Актер, продюсер, режиссер Махамбет Балтабаев. Ассаламуалейкум аға, қош келдіңіз. Бұл бізде YouTube жоба болғандықтан өзіңізді емін еркін сезініп, көңіл күйде шынайы жауап беріп отырсаңыз болды. Айлардың сұлтаны болған қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Аузыңыз берік пе жалпы? Рахмет, сіздерге де мүбәрәк болсын, иә? Амин. Ниет қабыл болсын. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Аллаға шүкір, жақсы. Иә, қош келдіңіз. Енді әуелгі сұрақ, қай өңірдің тумасысыз? Осы оңтүстік өңірінің тумасымын. Туылған жерім мына Ордабасы ауданы, қазіргі Бөгеуін ауданы болған. Қарақұм деген ауылда туылған. 98-ден бері Шымкент қаласында тұрамын. Жақсы. Махамбет деген есім, Махамбет атамыздың есіміне қойылған ба? Иә, Махамбет атамыздың есіміне қойылған. Есімді негізі әкемнің досы қойған еді. Өзімде 3 қыздан кейін бір бала туылғанмын да мен. Әкемнің досының тағы бір досы болған екен, оның да 3 қызы болған екен да. Ол туылған, оны Исатай деп қойған екен да, жаңағы әкемнің досы. Сонымен әкеме айтады екен да, сенің де әйелің ертең ұл туады, оның атын Махамбет қоямыз деп айтады екен, туылмай тұр. Сонымен туылған кезде ойланбай бірден Махамбет деп қойған екен. Дайын болған десеңші. Дайын болған ғой. Жақсы. Махамбет аға, өнер несімен ұнайды? Өнер жалпы ұнайды, есімен ұнайды деген қатты ойлаймын. Өзіңіз қызығушылықпен басталды. Жалпы өнерге келуіңіз? Өнерге келу мен сол мектепте жүрген кезде жаңағыдай организовать етеді ғой жаңағы. Ұйымдастыру. Ұйымдастыру, сол жақтарында жүретіндік, қатысып. Содан өнерге жақын болып кеттік қой. Көбіне кино саласында жүресіз. Одан бөлек басқа хоббиіңіз немесе жаңағыдай өнерлеріңіз бар ма? Жалпы хоббиім Қолды қарасай деп қойсаңызшы. Қолмен атқа мінем деп жақын арада құлап сындырып алғаным бар. Ұят болды сол жерде. Сіз жазылып кетіңіз. Содан атқа міну хоббиіңіз ба? Атқа мініп тұрамын, негізі атқа мініп тұрамын. Өнерден қалай? Домбыраны дыңғырлататын бар анда-санда. Жақсы. Өнерде қиындықтар болып тұрады. Өзіңіздің бір қиналған сәтіңіз болды ма? Кино саласында немесе жалпы өнерде? Қиналған сәтім болды. Өнерде енді былай киноға түсеміз ғой, негізі киноға түсеміз. Сол 2014-те өзім кино түсірсем деп бір ойға кеп, ұйымдасып балалармен кино түсіргенбіз. Сол кезде кино түсірудің қиыншылықтарын көргеніміз бар. Сол қиналған сәтім, қатты қиналған кезде. Жаспыз ғой енді бізде. Бізге белгілісі, сіз көбінесе кино саласында жаңағыдай мафияның немесе жаңағыдай әртүрлі образдарда көріп адамыз. Көбіне мафияның рөлінде көреміз да. Сол басқа да рөлдерге ұсыныстар түсе ма? Басқа рөлдерге ұсыныстар түссе негізі қуана түсіретін, бірақ ондай рөлдерге өкінішке орай ұсыныстар түспейді маған сондай. Жаңағы
жақсы емес кейіпкерлердің рөлі түседі негізі. халық солай қабылдап қалған. Халық солай қабылдап қалды. Режиссерлар да білмеймін, сол түріне қарап солай істейтін шығар. Болашақта негізі бір жақсы рөлде ойнайтын шығармын деген үміттемін. Қазақ киносына көңіліңіз тола ма? Әрине қазақ киносына көңілім толады. Әсіресе соңғы жылдар қазақ киносының деңгейі өте жоғары деңгейде деп өзім санаймын. Көңілім толады жалпы. Сізге мысалға осы өзіңізге образ беріп атады ғой режиссерлар, мынандай деп, осы образ өзіңізге қатты ұнайды ма или қалай өзіңіздің образыңыз? Жаңағы мафия или жаңағыдай? Жалпы енді мен не дейді? Әртіс адам не таңдамайды дейді ғой, рөл таңдамайды дейді. Маған рөл берсе, соны жақсы ойнап шығуға тырысамын. Қандай рөл берілсе де. Сол. Киноларға сценарий жазасыз ба? Киноларға сценарий жазбаймын. Бірақ сол жаңағы 2014-те Кілт деген киноны шығарған кезде Азамат Әбдікерімұлы деген інім екеуміз отырып бір жазғанымыз бар. Негізгі жалпы сценарий сол Азамат Әбдікерімұлы, бірақ екеуміз бастан аяғына дейін жазып шыққанбыз сол сценарийді. Сол бір рет жазғаным бар, былай жазбаймын. Өмірден алынды ма Кілт? Өмірден алынғанда енді кейбір сәттері де алынған шығар өмірден. Былай ойдан құрастырылған ғой. Жақсы. Енді Махамбет аға, біздің келесі рубрикамыз ол кез келген біздің қонағымызбен, әдемі жұлдызбен бір ойын. Оны біздің Нұрмахан бауырымыз ойнатады. Өзіңізге деген, өзіңіздің енді актерлық қабілетіңізді, актерлық шеберлігіңізді білеміз. Импровизация қолдануға болады. Иә, сол жағынан бір әдемі өзіңізбен бір ойын ойнап алсақ. Зүгес шоу бағдарламасында ойын айдары әдеттегідей қонағымызбен Махамбет аға, қош келдіңіз тағы да бір рет. Көңілі қалай? Өте керемет. Махамбет аға, сіздің актерлығыңызды білеміз, мойындаймыз. Енді сізді басқа бір қырынан бір көрсетсек деген ойдамын қазір, дәл қазір. Сол үшін сіздің негіз жалпы кітап оқисыз ба сіз? Кітап шынымен айтайын оқымаймын. Оқымайсыз ба? Сөз жағынан қалайсыз негізі? Сөз жағынан әйтеуір сөйлейміз ғой, сөйлейтін жерде. Дұрыс. Мәген сіздің актерлық, режиссерлық, продюсерлігіңізден бөлек Мәке фуд, иә? Иә. Сол фастфудыңызды білеміз. Сол туралы қазір сіз бізге айтып бересіз кішігірім көрермендерімізге. Ал мен мына қағаздағы сөздермен сіздің сол сөзіңіздің арасына кедергі жасап отырамыз. Сол Мәкфудты рекламалап жатып, мына сөздерді арасына қосуыңыз керек. Түсінікті ғой ойының шарты түсінікті ғой. Олай болса, біз бастаймыз. Махамбет аға өзінің Мәкфудтың рекламалауды бастады. Кеттік. Біздің Мәкфудта ең дәмді пиццалар, ең дәмді бургерлер бар. Келсеңіздер болады. Бекжан базар жақтан таксиге отырсаңыздар, 100 теңгемен менің Мәкфудтың қасына алып кетіп тастайды. Сушилар дәмді дайындалады бізде. И бастысы халал. Шалдар да кеп жесе болады, жаңағы жұмсақ болып пісіріледі еттеріміздің бәрі, сондай отта пісіріледі бәрі. Жаңағы кетчуп, майонез дегендер бар, әдем қосып тұрып істейді. Соусты шеф-поварымыз өзі жеке дайындап істейді соны. Тағы да қалай? Парковка дейді ма? Парковкасы өте үлкен. Жаңағы машинаны қоятын жерді уайымдамасаңыздар болады. Беймарал жайғассаңыздар болады. Не деген, небір керемет менюда астарымыз бар, тағы да салаттар қосқамыз, тамақтарымыз бар. Жалпы келіп жесеңіздер, өкінбейсіздер. Домбыра тартып демаламын десеңіздер, домбыра тауып береміз. Енді көшемізде сиырлар өтіп, жаңағы ауылды да еске алып тұрсаңыздар болады. Жалпы қаланың сәл шет жағында орналасқан ғой. Енді біздің неде жалпы телевизор орналатылмағанда, сол жерде қалаулым көруге келуге болмайды негізі. Жалпы біз неде қалаулым көрмейді негізі. Ол өте дұрыс екен, онда өте дұрыс екен. Анау Black Burger деген бар, жаңағы енді негр деген дұрыс емес деп ойлаймын, бірақ сонда да
қап-қара бургерлер бар. Негр. Сондай да бар ма? Иә, қара перчатка береміз. Негрлер ұқсап отырып жейсің. Аямай ма? Аямай жейсің. Перчатки ол. Арматура деген енді. Арматура қосып береміз десең, тамақтың арасына. Айта беріңіз. Жаңағы Макефудтың жаңағы ғимараты мықты салған, жаңағы арматураларын аямай салғанбыз ригелдеріне. Қорықпай отырсың, ақша өте көп кетті. Қорықпай отыра берсеңіздер болады. Жаңағы актермен суретке түсеміз десеңіздер, мен жүремін сол жерде. Суретке бесплатно түсем. Мынауызды келді. Айта беріңіз. Микрофон. Сөзіңіз таусылып отыр ғой, мәке? Сөзім таусылып отыр. Біздің сөз таусылған жоқ әлі. Жалпы Микрофон ғой, короче. Иә, негізі біздің жаңағы кейде кафедімізде отырып, ауыз ашуға келіп атады. Әр четверг сайын жаңағы Сержан Братанды көрсеңіздер де болады. И біздің поварымызда в душе Сержан Братан өзі түрін бүйтіп алып жүреді. Сержан Братан. Тур шапкасына дейін ұқсайды. Бірақ повар да, шеф-поварымыз. The Guest Show. The Guest Show. The Guest Show'дың жігіттері жасай берсін. Макефудта The Guest Show'дың жігіттерін көріп тұрсаңыздар болады, келіп. Бәрекелді. Сөз тапқанға қолға жоқ. Мәкең бүгін Махамбет ағамыз барлық сөзді айтып шықты, шарттарды бәрді орындады. Махамбет аға, тағы да қош келдіңіз деп айтамын. Ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Махамбет аға, жалпы ойын ұнады ма? Ойын керемет, ұнады. Жігітке жетпіс өнер аз дейді ғой. Өзіңізді актерлік шеберлігіңізді байқап, және де мына өзіңіздің ойлау қабілетіңіз дейді ғой жалпы. Соны бір сынап жатқан жайымыз. Әрмен қарай сұхбатым жалғайық. Жалпы отбасыңызға тоқталып кетейік. Отбасыда неше ағайындысыздар? Отбасыда 3 қыз, 1 баламыз. Мен 3 әпшем бар. И мен ең кенжесімін. Кенже, иә. Бала шағаңыз қанша? Бала шағам көп, Аллаға шүкір. Санын айтпайық. Иә, қазақта ғой енді. Дұрыс. Енді өзіңізде шариғат жағынан жақсы сияқтысыз. Шариғат жағынан 2 әйел алуға ойыңыз қалай? 2 әйел алуға мен ойым дұрыс жағынан қараймын, негізі қарсы емеспін. Бірақ өзім дайын емеспін деп қойын да. Бұлар негізі қарсы емеспін. Ол Аллахтан рұқсат беріп қойған нәрсесіне неге адам қарсы болады дегендей ғой. Аллахтан қорқамыз ондай нәрсе қарсы болу үшін. Иә. Енді осы жасқа келгелі анаңызға ең қымбат сыйлаған сыйлығыңыз? Анама не сыйласам да білмеймін енді. Ең қымбат сыйлығымды әлі сыйламаған шығармын деп ойлаймын. Ойда бар ма? Ойда бар. Жалпы не сыйлағыңыз келді? Анамды негізі қажылыққа апарғым келеді, үлкен қажылыққа. Иншалла, қазір мына карантиннің жағдайларына байланысты тоқтап қалып, Алла бұйыртса, бәрі дұрыс болатса, анамды үлкен қажылыққа апарамын. Сол деп ойлаймын. Жалпы отбасыңызбен ең қызықты сәттеріңіз? Отбасымен ең қызықты сәттер, енді отбасыда қызықты сәттер көп негізі. Сол кішкентай кездегі қатты есіңе қалады ғой. Есімізде қалатыны жаңағы осы көктем шыға келе май деген ай болатын еді, жаңағы маевка дегенге шығатынымыз. Әке-шешем, достарымен, біз жаңағы бала-шағалармен бәріміз шығып, жаңағы көкке барып ойнап демалу, сол деп ойлаймын. Қызықты сәттерім, қатты есімде қалған сәттер осы майдың кезінде болатын еді ғой сол. Сол. Енді Махамбет аға, біздің өзіңізге деген кішігірім тосын сыйымыз деп айтсақ болады. Тосын сыйымыз бар. Арнайы дайындаған сюжетіміз бар. Соны бір ауыз тамашалап алсақ. Ассалаумағалейкум. Бүгін біз Махамбет ағамыздың шаңырағындамыз, және де оның жеке жұмыс орны Макефудтамыз. Бүгін Махамбет ағамыздың жұмысшыларынан бірнеше сұхбат алатын боламыз. Кеттік. Сонымен бізде бірінші сұрақ, Махамбет аға өзінің жұмысшыларымен қандай қарым-қатынаста? Ұратын еді ғой. Ұратын ба?
барлығын істейтін еді короче. Не сағат қолына сонымен ұратын еді ғой. барлығын істейтін. ұрыспайды, ақыл береді. Оқтаймен бүйтіп тура ататын ше, сол кезде тура келіп тиеді арқамыздан ше, Оқтай. Келесі сұрағымыз Махамбет аға жұмысынан және фильмнен бөлек немен айналысады? Майда шеттен шықлап ерге отыр. Электрик хобби жұмысы, вайн, типа. Келесі сұрағымыз Махамбет ағаны кімге ұқсатасыз? Ит. Кәдімгі үйде жүретін таракандар бар ғой. Жылан. Солифа. Ой. Махамбет аға қандай құмар ойындар ойнайды? Мен жеңілдім ба не? Ой. Бильярд бар, нарды бар, карта бар. Ондайларын білмеймін. Бильярд. 30-ында орда бұз олмасаң, 40-ында қамал алмайсың демекші. Махамбет аға тоқал аламын десе, кімді ұсынар едіңіз? Айдана Мединова. Роза Рымбаева, Нағима Ескалиева, Есмахан Ерке. Дана Кентай. Махамбет аға, жаңадан ашқан бизнесіңіз құтты болсын, жемісті болсын, Алла берекетін берсін. Енді Махамбет аға әзіл шыны аралас, енді әзіл деп біліңіз, артық кем болса айтпай бермаңыз. Енді бір ауыз өзіңізге деген тосын сыйымыз, өзіңіздің жаңағы әріптестеріңіз дейін, қызметтестеріңіздің бір кішкене сондай бір өздеріңізге деген бір дайындаған тосын сыйымыз қабылдап жүрмеңіз. Қалай өзіңізге ұнады ма жалпы? Жақсы, иә. Енді әрмен қарай сұраққа көшейік. Жалпы Махамбет аға, мынау коммерция фильмі 2,5 миллиард қаржыны талап етті. Өзіңіз көрдіңіз бе сол фильмді? Көңіліңізден шықты ма? Өзім сол фильмді көрмедім. Коммерция фильм. Ысырап емес пе деймін де, 2,5 миллиард ақша. Енді ол жағын мен есептей алмаймын. Білмеймін, шынымды айтайын. 2,5 миллиард деген енді көп ақша ғой ол. Елестете алмаймын ондай ақшаны. Жалпы киноға ондай ақшалар бөлініп жатады дейсіз ғой. Иә. Енді жалпы көрдік, қазір сюжеттен де байқап отырмыз, қосымша жұмысыңыз бар екен. Сол қосымша жұмысыңыз жайлы өзіңіз кішігірім бөлісіп кетсеңіз ақпарат. Қосымша жұмыс болғанда жаңағы не дейді, семейный бизнес дегенде ғой ол. Өзіміздің үйдің жанұямызбен ашқан бизнесіміз. Өзімнің ауылымда десем де болады, енді қазір қалаға кіргенбіз ғой. Жүргізіп жатырмыз. Жаңағы фастфуд центр ғой. Ішіне бургерлер, пиццалар, жаңағы ойында айтып өткендегідей. Өзіміздің районда ондай жаңағы отырып тамақ жейтін жер жоқ болғаннан кейін, соны кішігірім халыққа да ыңғайлы болсын деп ашқанбыз. Халал бастысы. Сол. Жақсы, Алла берекесін берсін. Енді Махамбет аға, жалпы сіздің YouTube каналыңызда менің білуімше денсаулыққа пайдалы кеңестер айдары бар. Салмақ тастау, немесе енді спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Ол жердегі халыққа сол бір өзіңіздің көмегіңіз ретінде ме, әлде ол да бір өзіңіздің жобаңыз ба? Қалай айтсам болады енді, анау негізі басында денсаулық айдары деп ашып үлкен немен проектімен бастаймыз деген ой болған. Кейін карантин болды, не болды. Мен өмір бойы жаңа артық салмақпен күресіп келе жатқан адаммын ғой, өзім кішкентай кезімнен салмағым өзі көп та, жаңа толықпын да кішкентай кезімнен. Сол жаңағы бір шетінен сол толық адамдарға да мотивация болсын деп, бір шетінен жаңағы халықпен бірге азайын деп, өзіме де мотивация болсын деп ашқам негізі ол айдарды. Елге де пайдасы дейсің. Елге де, өзіме де, жалпы негізі пайдалы жағы болсын деп ашқан дүние ғой. Жақсы. Жалпы тағы да алдағы уақытта өзіңіздің жаңағы бизнесіңізге тағы бизнес қосу ойда бар ма? Бизнеске қосу болғанда негізі ойым жаңағы кино бизнесімді дамытсам деймін. Бұрын мен киностудиям болған, жаңа 2014-те айттым, кино түсіріп, бастап кейін 2016-та ол киностудиямыз жабылып, тоқтап қалған, соны қайтадан ашып, қолға алсам ба деймін. Кино саласын, жаңағы кино саласының ішінде де жаңа YouTube арнасына арнайы бір кинолар түсірсем ба деймін да. Халыққа бір
тәрбиелік мәні бар, ой қалдыратын кинолар түсіргім келеді. Сол. Енді тәрбиелік мәні бар деп тілге тиек етіп жатсыз. Жалпы енді біздің Шарайлы шым қаламызда тәрбиелік мәні бар кино түсіретін студиялар бар, оның енді бірегейі деп айтсақ болады. Қазір мысалы Серік Талас, яғни Серік ағамыз, оңтүстік фильм, жаңғырық киносында ойнадыңыз өзіңіздің, біз білуімізше. Енді гонорар жағы қалай болып жатыр? Немесе басқа кино студиялардан ұсыныс түсіп жатыр ма алдағы уақытта? Дәл қазір ұсыныс түскенде ұсыныстар бар. Бізде Сақ киностудиясы бар. Сақ киностудиясы шақырып тұрады мені. Отырар фильм деген киностудия бар, сол шақырып тұрады. Бізде енді гонорар жағы Шымкент қаласында білмеймін, өте аз гонорар. Гонорар төмен. Бюджеттеріне де байланысты шығар енді. Мүмкін жаңа томиристікінде 2,5 миллиард болғанда көп болатын. 2,5 миллиард бөлініп жатса, әрине бізге де жақсы төлермеді деген ой ғой. Жалпы ақша бөлінсе, сапалы кинода болады дейсіз ғой? Бәрі қазір ақшаға кеп тіреледі. Не нәрсенің болсын ақшаға. Ақша көп бөлінетін болса, мықты кинолар шығаруға болады. Бізде кезінде сол киностудиямыз ақшаның мәселесімен жабылып, қаражатқа байланысты таралған. Енді мынау статистика бойынша әлемде Индия мемлекеті жылына 300 кино түсіреді екен. Индия мемлекеті. Көршіміз, өзіміздің өзбек ағайындарымыз, яғни Өзбекстан 30 кино түсіреді екен. Ал бізге, қазаққа не кедергі? Сондай 30 кино түсіруге немесе көптеген кино түсіруге. Қазақтар 30 кино шығармай ма екен жылына? Аз шығарам. Енді саусақпен санарлық қой. Білмеймін не кедергі дегенде. Мүмкін қаражат шығар. Мүмкін жаңағы енді Индияда баяғыдан өзі жаңағы киноға дамып кеткен мемлекет қой. Сапасы мықты болмаса да олар түсіре береді. Может, біздікілер сапалы дүние шығарғысы келетін шығар. Қаражат қой, сапалы дүние шығару үшін қаражат. Бізде қазақ кинолары барлығы бірдей дегенге келісесіз бе? Қазақ кинолары бірдей дегенге келіспеймін. Жалпы мен қазақ кинолары қазір көрсем әуесім келіп көреді. Жалпы баяғы кезден қарағанда деңгейі салыстырмалы түрде жақсы шығар деп ойлаймын. Совет өкіметі кезінде басқаша болған. Осы егемендігіміз алғалы бері қарай прогресс қазір өте жоғары деп ойлаймын. Енді Махамбет аға, жалпы кино съемка барысында бір қызықтар болып тұрады ғой, кез келген. Сол есіңізде ме бір қызығыңыз? Кино барысында, съемка кезде. Съемка кезінде қызықты сәт. Съемка кезінде емес, бір съемкаға байланысты бір қызықты нәрсені айтып берейін сіздерге. Жаңағы мен киноларды өңшең анау жағымсыз кейіпкердің рөлін ойнағаннан кейін көп адамдар мені сондай өмірде де сондай деп ойлайды екен да. Былай естіп атам ғой, біреулер сен бандит екенсің, біреу андай көшеде жүреді екенсің, жаңағы бұзық екен деп естіп ататындығым. Сонымен бір күні бір жас бала келді. Сіздермен жұмыс істесек бола ма, мен операторскийге қызығам, түсірем, бір жұмысымды көріңізші деді. Жарайды дедік. Жаңа бір қасымда партнерім бар, Фазыл деген. Сол уақытта келіпті де, Махамбет ағамен таныстырыңыз. Сонымен жарайды деп осындай бір отырысты түсіретін болды. Қараңғы жерде жаңа мен әңгімелесіп отырамын, соны түсіреді сыртынан. Жап-жақсы икемі бар бала екен. Сонымен ертесен жаңа қасымдағы Фазыл деген досыма звондапты. Фазыл аға, мен сіздерді істей алмайтын болдым депті. Не болды десе, мамама көрсеткен ғой, жаңағы Махамбет ағамен жұмыс істейін деп жатырмын десе, мамасы айтыпты. О, түрмеде шірейсің, ол кісінің қасына жолама сен. Ол кісі бандит, қанішер, түремшік деп айтады дейді. Мама, ол актер ғой десе, ешқандай да актер емес, мен білем деп, баласын үйінен шығармай қойды. Сондай жағдайлар болып тұрады. Ал былай жалпы съемканың кезінде қызықты сәттер есімде қалмапты. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа айтып жатырмыз, сырт көз сыншы деп өзіңізді араласып көрмеген адам, немесе тілдесіп көрмеген адам сырт көзге қарағанда бірден сол енді жалпақ тілмен айтқанда отрицательный кейіпте көреді ғой. Жағымсыз кейіпте. Енді Махамбет аға, алтындай уақытыңызды бөліп бүгін міне келіп бізге
мына сұхбат беріп жатқаныңызға үлкен рахмет. Алдағы өзіңіз жоспарлап жатқан жоспарларыңыз, алдағы бастайын деп жатқан бастамаларыңызға Аллах тағала береке берсін. Құдай қаласа ісіңіз оңған болсын дейміз. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Алтындай уақытыңызды жалпы бөліп бергенге мың алғыс. Сіздерге де үлкен рахмет. Мені сұхбатқа шақырып, көңілдеріңіз бөліп отқандарыңызға. Сіздердің де мынау шоуларыңыз биік белестен көріне берсін. Рахмет үлкен. Құдай қаласа ана ауырып жатқан қолыңыз жазылып, Алла қаласа келесі сұхбатымызда аяқ қолыңыз сау, бауырымыз бүтін, бәріміз бірге осы жерде Құдай қаласа күліп ойнап, басқа да ойындар ойнап, осы жерде тағы да сұхбат өткізуге Құдай қаласа нәсіп етсін Алла тағаламыз. Амин. Ал енді құрметті достар, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Бізге демеу болған Бульвар ресторанына алғысымызды білдіреміз. Және де, құрметті достар, біздің YouTube парақшамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.